Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Әсем. Бүгін қырым бәліштерін, яғни қырым пирожкиларын дайындаймыз. Ол үшін біз ең алдымен қамырын жасаймыз. Қамырымызға салқын су, сірке су, тұз, жұмыртқа, ұн және сары май қажет. Ыдысқа суды және сірке суын, тұзымызды, жұмыртқамызды жарып салып, барлығын жақсылап венчикпен араластырып қоямыз. Енді бөлек ыдысқа ұн саламыз және сары майымызды салып, шанышқының көмегімен жақсылап үгітіп аламыз. Барлығын үгітіп алғаннан кейін жұмыртқа мен су араластырған массамызды құйып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ. Қамырымызды ұзақ илемейміз, бірнеше рет иленгеннен кейін пищевой пленкаға салып, жауып, 2 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Енді біз салмасын дайындаймыз. Салмамызға тауықтың еті және пияз, қара бұрыш, тұз және зәйтүн майы қажет. Пиязымызды ұсақтап етіп турап аламыз. Пиязымызды ұсақтап турап, бөлек ыдысқа саламыз. Одан кейін тауықтың төс етінде дәл солай ұсақтап турап аласыздар. Бұл бәлішке тауық етінен басқа қой етін қолдансаңыздар болады. Қой етімен де өте дәмді болады. Енді барлығын турадық. Бөлек ыдысқа тауық етін, туралған пиязымызды және қара бұрыш, тұзды, зәйтүн майын құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін бірнеше рет қолымызбен мұжып аламыз. Сол кезде пиязымыздың сөлі шығады. Салмамыз дайын. Тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, пищевой пленкадан шешіп аламыз, ұн сеуіп, және бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымыз жұмсақ, өте нәзік. Тоңазытқышта тұрғанда салқын, қолға жабыспайды. Осындай дөңгелек шаралар жасаймыз. Енді оқтаудың көмегімен жұқалап етіп жайып аламыз. Жұқалап етіп жайып, бір шетін бүреміз, және оның үстіне салмасын салып, екінші шетін бүріп аламыз. Бұл бәліштің ерекшелігі жасалуында осындай формасы ерекше. Осылай жасап, шет-шетін бүріп аламыз. Дәл осылай мен барлық бәліштерімді жасап шықтым, және үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Пешімізді алдын ала 200 градусқа қыздырып қоямыз. Және осындай спашканың көмегімен 2 тесік жасаймыз. Бұнда буы шығады, суы да шығады. Пирожкиларымыз дайын болды. Өте дәмді, иісі керемет, өте нәзік. Пышақпен ортасын сіздерге бөліп көрсетейін. Бөлінген кезде ортасы қатпарлы болып келеді, және ішіндегі салмасы сулы, өте нәзік. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.